Біздің бәріміздің ұнататын, тіпті әлі күнге дейін сүйіп ойнайтын ойыншығымыз бар. Бірақ сіз білесіз бе, әлемде $1,000,000 тұратын ойыншықтар бар. Сіздер бүгінгі бағдарламада алтыннан жасалған монополия, қалай Тедди қонжығы $2,000,000 тұрады және планетамыздағы ең қымбат топ 10 ойыншықтар туралы білетін боласыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Ал кеттік. Планетамыздағы топ 10 ең қымбат ойыншықтар. Бриллианттан жасалған Барби $325,000. Неге екені қызық, қаншама ғасыр өтсе де, Барби кукласы әлемдегі ең көп сұранысқа ие ойыншықтардың бірі. Бірақ біздің айтқалы отырған Барби кукласын кез келген дүкеннен таппайсыз. Бұл кукла арнайы Австрия дизайнері Стефано Кантуридің туындысы. Ол өз алдына әлемдегі ең қымбат Барбиді шығарамын деп мақсат қойған. Әрине, сырт көзге бұл Барби қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ оның мойнында өте бағалы бриллиант бар. Бұл ойыншықты қарапайым отбасының баласы ала алмайтыны анық. Ол үшін ата-ана миллиардер болу керек. Себебі Барбидің мойнындағы алқасының өзі $300,000 тұрады. Бірақ Барби жақсылықтың нышаны болды. 2010 жылы қайырымдылық көрмесінде Барби $325,000 сатылды. Барлық ақша Тюдерагы фондына құйылды. Қазіргі таңдағы әлемдегі ең қымбат Барби болып саналады. Алтын теңселмелі ат $600,000. Егер сіз бриллианттан жасалған Барби ақмақтық десеңіз, келесі ойыншығымыз теңселмелі атты қараңыз. Жалпы теңселмелі аттарды балаларды қызықтыру үшін әртүрлі түстерге бояп, әрлеп қояды. Бірақ қазіргі таңда смартфон мен компьютерлі ойындар шыққалы, оның дәуірі өткендей. 1960 жылы пайда болған бұл ойыншықтар негізі қымбат тұрмаған. Бірақ 2016 жылы япондық қолөнершінің қолынан шыққан бұл теңселмелі жылқы 24 карат алтыннан жасалған. Ол арнайы япондық ханзаданың дүниеге келуіне сыйлық ретінде жасалған. Бірақ қазіргі таңда бұл жылқының бақытты иесі BYV есімді қыз. Бейонсе мен Джейси өздерінің қыздарын осындай ерекше сыйлықпен қуантып, $600,000 тұратын ойыншық сатып алып берген. Кубик Рубик $1,500,000. Қазіргі таңда бұндай кубиктер өте арзан тұрады. Оларды кез келген дүкеннен сатып ала аласыздар. Арзан миды дамытатын ойыншықтан бұл кубиктің несі артық деп ойлайсыздар? Әрине, қымбат миды дамытатын кубик. Жақында Кубик Рубиктің 40 жылдығына орай ең қымбат кубик дайындалды. Бұл кубиктің бағасы $1,500,000 бағаланып отыр. Ең алғашқы кубик 1974 жылы дайындалды. Кубик Рубиктің қызыл түсі бағалы нағыз табиғи рубин тасымен өңделген. Ал жасыл түсі изумрудпен, қалған түстері де өте бағалы тастармен өңделіп, 185 каратты құраған. Көріп отырғандарыңыздай, бұл Рубик ойын ойнауға арналмаған. Алтыннан жасалған монополия $2,000,000. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Алтыннан жасалған монополия шынымен де бар екен. Бірақ бұл монополияның үстінде ойнау қарапайым монополияға қарағанда өзгешерек. Себебі сіздің партнеріңіз жүрместен бұрын 100 рет ойланатын болады. Ашудан үстелді төңкермес үшін. Бұндай ерекше монополияны жасау 1988 жылы Сан-Францисконың қолөнер шебері Сидней Мобель Лондоннан монополиядан турнир өтетінін естіп, Паркер ағайындыларынан рұқсат алған. Алтын ойыншықты әр күн сайын 1 жыл бойы дайындаған. Бұндай шедеврдің бағасы қанша деп ойлайсыздар? Монополиядағы жай ғана бір нүктенің құны $10,000 құрайды. Өйткені оның нүктелерінің өзі бриллианттардан жасалған. Ойын алаңында өте бағалы тастармен сәнделген. Бүтін бір монополия 165 бағалы тастармен әрленген. Бұл монополия $2,000,000 бағаланды. Бірақ ерекше ойыншық сол күйі сатылмады. 2003 жылы Дарс Мистиком көрмесіне қойылды. Енді оны ойнау ешкімге бұйыра қоймас. Луи Виттоннан Тедди қонжығы $2,100,000. Америка құрама штаттарында қонжық Тедди балалық шақтың нышаны. Әлемдегі жалпы планетамыздағы ең қымбат қонжық ойыншық Тедди неміс шеберінің қолынан шыққан Луи Виттон компаниясының бренді. Бақытты қонжық $2,100,000 бағаланған. Бұл сомаға таңғажайып үй сатып алуға болады. Қазіргі таңда қонжық Тедди Оңтүстік Корея елінде Тедди Бер музейінде тұр. Шиманский ұсынған бриллианттан жасалған футболға арналған доп $2,600,000. Кез келген бала өмірінде бір рет болса да футбол ойнап гол салған, тым болмаса тырысқан. Бірақ өмірде теуге арналмаған доп та кездеседі екен. Әңгіме Шиманский ұсынған бағалы доп жайында болмақ. Доптың үстіңгі ақ тастары
6620 және қара тастары 2640 оңтүстік Африка бриллианттарымен көмкеріліп, жалпы салмағы 3,5 каратты құраған. Ойыншық көлік Lamborghini 4,600,000 доллар. Бұл дүниеде тіпті бриллианттан жасалған доптан да қымбат ойыншық көлік бар. Таңғаларлығы, шынайы Lamborghini көлігі 400,000 доллар тұрса, ойыншық Lamborghini көлігі 4,600,000 доллар құраған. Иә, сіз бәрін дұрыс естідіңіз. Ойыншық көліктің масштабы оригинал көлікпен салыстырғанда 8-ден 1. Неміс суретшісі Роберт Гульппен ұзындығы 60 см, қалыңдығы 1000 мм болатын алтын жіппен дайындалған спорткарды жасап шығарды. Көлік ойыншық Lamborghini'дің басқа да бағалы жерлері бар. Бриллианттан жасалған руль, дөңгелегі, былғары салон, жанып тұрған фарлар, тіпті двигательге дейін дөңгелектің дискісіне дейін бағалы тастармен көмкеріліп, алтыннан жасалған. Жалпы ене көшірмелі көлікті жасауға 2 миллион доллар қаражат кеткен. Бірақ қолөнер шеберіне бұл көрсеткіш аз болып, ойыншық көлікке арнайы заказбен дайындалған қолөнер шеберлерінің ерекше туындысы логотипті қосуды ұйғарды. Жалпы ерекше ойыншықты дайындауға қолөнер шеберінің 500 сағаты кеткен. Eloise 5 миллион доллар. Әрине, топ 3 ең қымбат ойыншықтар қуыршақсыз болмайтыны анық. Көптеген қолөнер шеберлері барынша қуыршақты бағалы етіп шығаруға тырысады. Себебі ондай қуыршақты міндетті түрде сатып алады. Мадам Александр компанияның туындысы болған ерекше қуыршақ 5 карат тұратын бриллианттан және басқа да бағалы әшекей тастармен сәнделген. Eloise 5 миллион долларға бағаланады. Құс аулаушы. Уайымдамаңыздар, шыңқұспен байланысы жоқ. Бірақ ойыншық құстармен тығыз байланысты. Құс аулаушы деп аталатын бұл ойыншық 203,140 детальден құралған. Швеция қолөнер ұстасы Кристиан Байеннің туындысы. Кішкене ғана қуыршақты жасап шығаруға қандай күш кеткенін елестетудің өзі қорқынышты. Бірақ қуыршақ еңбегіне сай, тіпті одан да жоғары бағаланды. Айта кететіні, қуыршақ мүлдем кішкентай емес. Бойы 8-9 жасар баланың бойымен бірдей 120 см. Салмағы 55 килограмды тартады. Бұрынғы эпоха пайда болған кездегі киімге ұқсас табиғи жібек, барқыт матасынан дайындалған сәнді костюм, ал беті қол-аяғы парфордан дайындалған. Бұндай бағалы механикалық қуыршақты Кристиан Байеннің Швейцариядағы көрмесінен таба аласыздар. Ертедегі қуыршақ сарай асталады. Өмірде бір қарағанда көз тоймайтын, көрсен сатып алғың келіп тұратын қуыршақ сарайлары бар. Бірақ бұл өте өзгеше сарай. Көптеген этажы бар. 29 бөлмеден тұратын сарайдың ішінен тренажерлық зал, бассейн, тіпті вино сақтауға арналатын қойманы да кездестіруге болады. Көбісі бұндай керемет үйде тұрғысы келетіні анық. Сарайдың іші сырты өте бағалы сәнделген. Әрбір детальдарына дейін ұқыптылықпен жасалған. Атышулы ерекше сарайдың атақты қолөнер шебері Eloise Dill дайындап шығарды. Жалпы сарайдың салмағы 370-тен 494 килограмға дейін. Негізгі салмақ ішіндегі қандай жиһазмен сәнделгеніне байланысты. Сарайдың ішінде 30 мыңға жуық жиһаз, картиналар, күмістен жасалған ас ыдыстары, алтын үстелді кездестіруге болады. Ал бұндай бағалы заттарды сақтауға арнайы қорғайтын мекемелер бар. Тіпті өртенбейтін, температурасы дұрыс сақталған жерде қорғайды. Бір қызығы, сарайдың ішіндегі ойыншық заттар табиғи үлкен, сол заттың өзінен бірнеше есеге қымбат. Бұл сарайды құрастырып шығуға 13 жыл уақыт кетіп, 8,5 миллион доллар әлемдегі ең қымбат ойыншық замок ретінде бағаланады. Тіпті Нью-Йорк, Лондонда да өте үлкен коттедж үйлерінің өзі қанша есеге арзан. Бірақ ойлап шығарушы барлық ақшаны қайырымдылық қорына береді екен. Және бұл мақтауға тұрарлық іс. Ал енді комментарияға өзіңіздің коллекцияңыздан көргіңіз келетін ойыншықты жазып кетіңіз. Егер сізге қызық болса, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Келесіде бұдан да қызық бағдарламалар болады. Сау сәлеметті болыңыз.